Немат Келімбетовтың үміт үзілгім келмейді атты көрінісінен ұсынамыз. Басына тауқымет салса да еш мойыман. Төсекке таңылып жатып, шығармаларын жаза бастады. Ұлыма хат дейтін монологын оқыған адамның ет жүрегі елжірейді. Анасы о дүниелік болған хабарды естіп, ауылына барып бақылдасуды шешеді. Өмір мен өлім, қуаныш пен қайғы қатар алмасқан мынау дүние. Немат Келімбетовке оған орныңнан қайта тұр деп тілі қатқандай. Табытта жатқан анасы оған сенің өмір сүруге хақың бар деп иіскегенде әсерде қаласың. Адамның ойлаған арманына жету шығар. Әлде көп арманның бәріне бірдей қол жеткен адам ғана шын бақытты ма? Әйтсе де адамның арманы сірә тіршілікте таусыла қоймас. Мен осынша байлықтан ең алдымен сенен, Гауһар. Екі баламнан, бауырларымнан, жолдастарымнан айырылып қалам ба деп қорқам. Бірақ одан да қымбат нәрсе бар. Ол өмір. Сол өмірге деген құштарлық. Мен өмірдің өзіне ғашықпын, Гауһар. Өмірдің өзіне ғашықпын. Гауһар, сен өзіне берік, маған адал бола білдің ғой. Мен сені адамдығыңа, азаматтығыңа, адалдығыңа бас ием, Гауһар. Аяқ қолсыз, аяқ қолсыз төсек тартып жатсам да, әлбеште
алақанына салып отырған оқырман қауымы. Сол оқырман қауымы сенген артқан үмітін ақ еңбегімен адал ақтап шықсын деймін. Гауһар, мен сауатсыз хирургтардан қорқамын. Сауатсыз хирургтардан мен сияқты мүгедектер шығады. Мені білмей жасаған, мені сауатсыздықтан жасаған Гауһар. Ал екінші нәрсе, ол сауатсыз кітаптан сауатсыз ұрпақ шығады. Міне Гауһар. Сол үшін де мен осы кітабын жазуға барымды салдым. Оқырман қауым іштегі шерімді емес, маңдайдағы терімді көрсегенде. Өйткені мен жүректегі жырымды емес, қайғыны жеңген қуанышты, ішімдегін жазуға тырыстым. Гауһар, оқырман қауым соны түсінсе екен. Үміт үзгім келмейді дейтін әйгілі шығармасы осыдан кейін өмірге келді. Үміт үзгім келмейді шығармасы театр сахнасында көрермен жүрегіне терең бойлаған шығарма сахнада терең әсерге толы, көрерменін бей-жай қалдырмайтын психологиялық иірімге толы бірегей туынды болып барша жұртқа ой салды. Құрметті оқырмандар, Нинат Келімбетовтің үміт үзгім келмейдіні макетінің астында осындай штрих-код тұр. Штрих-кодты плеймаркеттен QR-кодты жүктеп аласыздар да, осылай кез келген жерде жаңағы оқуға болады. Қазіргі заман мобильді кітапхана, электронды техника заманы. Сондықтан сіздер де қазір іс-шараның соңында өздеріңіздің плеймаркеттен жаңағы QR-кодтарыңыз жоқ